Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге балаларыңыздың отбасы банктағы депозитін өздеріңіздің атына аудару туралы видео. Менің жағдайымда ол күйеуімнің атында балаларға депозит ашқан екі бала. Біреуі 10-нан асып кеткен, біреуі 10-ға толмаған. 10-ға толып кеткен қызымызға біз барып, опекунствоға барып, мнениесін алдық. Сол жерде заявление жазды, өздері айтады қандай документ керек, қызыңызды алып барасыз, балаңызды, сосын сол жерде заявление жазып алып қалады, сосын алып кетесіз. Және сіздерге осындай согласие керек болады, керек болады. Нотариусқа барсаңыздар, отбасы банк үшін десеңіздер, олар шығарып береді. Бір осындай бетке екі баланы жазсаңыздар болады. Және осындай балалардың сертификаттары керек болады. Яғни біздің 2020 жылы ашқанбыз балаларға, екеуінің сертификаты керек болады. Неше балаңыз бар, сонша осылай немесе приложениедан, отбасы банк приложениесінен скачать етіп алсаңыздар болады. Осы документтер ғана керек болады. Болды. Басқа осы документтерді фотоға түсіріп аласыздар, PDF-қа компьютерден аударып аласыздар. PDF файл болу керек. Осы үш документті жаңағы мен қазір алдағы видеода көрсеткенімдей прикреплять етіп жібересіздер. Ол сосын бір 3 күнде немесе 2 күнде дайын болады. 2 рабочий күнде дайын болады. Дайын болған түрін қазір сіздерге көрсетемін. Кіреміз Иговқа, пароль жазамыз. Егов деген жерді басамыз. Еговқа кіреміз. Семья дегенді басамыз. Мына астында опека, попечительство, поддержка дегенді басамыз. Сосын астында мне показать все дегенді басамыз. Осы жерде мне выдача справок для распоряжения имуществом несовершеннолетних дегенді басамыз. Заказать услугу онлайн. Так, мен күйеуімнің атынан беріп жатырмын, күйеуімнің цепсінен кіріп. Өйткені күйеуімнің атында депозиттар, балаларыма депозитті күйеуім ашқан. Мына жерде номер шығып тұрады. Email, от кого подается заявление, родительді басасыңдар, немесе законный представительді, если бала асырап алған болсаңыздар. Менің жағдайымда родитель. Сосын баланы таңдайсыңдар. Менде екі бала, екеуіне де бөлек-бөлек кіріп жасаймын. Бірінші қызымдікін жасаймын, өйткені қызымда жаңағындай онда басқа документтер тіркеледі. Вид справкиға пенсион банк дегенді аламыз, отбасы банкке ауыстырамыз. Мынау қалады, банковский вклад болып. Цель сделки дегенге мына үшіншісін аламыз, распоряжение, уступка прав обязательства имуществом. Регион дегенге қазір қай жерде тұрып жатсыңдар, сол жерді аласыңдар. Город Алматы, район Наурызбайский районда аламыз. Кейін астына түсіп, міне шықтыра данныйлары. Мына жерге ауыл отбасы банк деп жазамыз, наименование организации. Мына жерге документтерді тіркейміз. Бірінші нотариальный согласияны, әйелінің нотариальный согласиясы керек, немесе күйеуінің согласиясы керек. Менде бұнда дайын. Мына жерде используйте ранее загруженный дегенді басып. Егер бұл 10 жасқа, 10 жасқа толған бала болса, міндетті түрде жаңағы мнениесі керек болады. Мнение ребенка дегенді, для детей старше 10 лет дегенді осыған жүктейміз. Если ол 10-ға толмаса, мен екінші балам 10-ға толмаған, оған мнение керек болмайды. Мен жүктеп қойғам, негізі используйте загрузки дегенге басып, мнение дегенді басқамын. Кейін үшіншісі, ол бізде копия документ, подтверждающий наличие имущества деген. Ол бізде справкасы, что депозитный счет бар деген.
Оны отбасы банктың приложениесінен скачать етсеңдер болады, немесе барып алсаңдар болады. Банкке барып, что депозиті бар деген сертификаты керек болады. Үнжу справка дегенді басамыз. Так, мына жерде біз таңдадық қой, сосын выбрать файл дегенді басамыз. Сонда ол таңдалады. И мына жерде тоже выбрать. Көрдіңіздер ме? Сонда міне үшеуі шығып тұрады осылай. И астында далее дегенді басамыз. Үшеуі басылады, үшеуі таңдалынады. Сосын астында міне далее деген жасыл жану керек. Соны басамыз. Сосын подписать етеміз. Сосын күтеміз, 1-2 күнде дайын болатын болады. Егер сіздерге видео пайдалы болса, лайк басамыз, арнама жазыламыз. Пайдалы ақпараттар, видеолар күтіңіздер. Барлықтарыңызға сау болыңыздар, рахмет. Дайын справка бізде осындай болып тұрады. Оны входящийдан, егофтан кіріп, входящий сообщениенің ішінен тауып аласыздар. Қашан бердіңіздер, датасын қарайсыздар да, өзі кеп тұрады. Не справка для распоряжения имущества несовершенных детей, фамилиясы, имя, отчествоны жазылып тұрады, және де баланың аты жөні жазылып тұрады. Осы справканы апарып, жилстройға барасыздар, отбасы банкке барасыздар, осы справканы аласыздар, қолдарыңыздағы документтің, жаңа мен көрсеткен документтерді алып, және үшінші бір адамды алып, күйеуіңіз, әйеліңіз, барлығыңыз барасыз. Ал егер балаңыз 14 жасқа толып кетсе, онда вроде бы баланы да алып бару керек, или 16 жасқа, ол жағы точносын білмеймін. Енді мен өзім балаларым әлі 10 жаста, 11 жаста, оларды банкке апармаймыз. Үшінші адамды апарып, менеджерге барып, осылай счетты біріктіретін боласыздар. Видео пайдалы болса, лайк басып, арнама жазылып кетіңіздер, тіркеліңіздер. Сау болыңыздар, рахмет.